презентациясы дайын болмады. Біз айтылған уақытқа. Сіз де қатыстыңыз ба ол кезде? Ішке кірмедім, мен жоқ қатыспадым. Онда қайдан білесіз дайын болмаған? Өйткені біз дайын емеспін әлі деп өзі айтты. Кейін біздің неден шығарып алуға тырысты, біздің неден, принтерден. Жаңа сіздерге келіп сол кезде айтты ма, дайын емеспін деп? Слайдтарын? Иә, дайын емеспін. Сіздер шақырған Берденовтың кабинетіне келіп? Берденовтың кабинетінде жеке қабылдау несінде болды сол жерде. Не айтты, сол жерде айтып беріңізші нақтылап? Қалай, қандай жағдай, не айттыңыздар әңгімелеріңіз араларыңызда? Біз сағат, по-моему, 11 либо 10-ға шақырдық, точно білмей тұрмын уақытын. Сол кезде мен түнде кешке звондап айтқанмын, слайдпен, осы бір күн алдым. Презентация несімен бірге келдісін деп. Өзінің мекемесі бойынша. Не жасалып жатыр, не болып жатыр деген сияқты. Сол кезде біріншіден ресми үлгіде болмады, киім үлгісі. Қандай киімде келді? Қандай киімде келу керек? Акиматқа келгеннен кейін ресми үлгіде болу керек. Жиналыс неге кіріп отыр, заң айтып. Енді ресми қандай болды? Костюм шалбар, көйлек, галстук. Бұл қандай күн жиенбай қандай киіммен келді? Нақты қазір есімде жоқ, бірақ жиде шалбар андай несі жоқ. Костюм шалбар, галстук, көйлек те болмады. Бізде презентация әлі дайын емес. Кіретін уақыт болды. Не презентация, нені? Өзінің мекемесі бойынша. Өзінің жұмысын көрсетуге. Біз осындай танысып отыр ғой басты. Осындай мынандай жұмыс атқарылып жатыр, осындай бюджет бөлінді, осылай деген, сонда жай кішігірім слайд дайындалып келді дегенбіз. Ол жоқ, презентация жоқ. Мен сіздер қазір бір кешіріңіз. Осы жаңа презентация дайындалып келді, бір күн бұрын айттыңыз ба? Иә, ол әрбір мекемеде өзінің несі дайын болу керек. Басқа мекемелердің бәрінде дайын болу. Содан кейін мен бір күн бұрын қалай үлгереді дегенім ғой, дайындап. Жоқ, әрбір мекеме өзінің несі болу керек қой, представление. Бізде мынандай мекеме осылай болды. Сөйтіп жылдың басында бюджет бөлінген кезде өздері дайындайды. Сонымен ары қарай жалғастыра беріңіз. Сосын бізден несін жай принтермен шығаруға тырысты. Бізде небір монитор бар кабинетте. Соған флешка тығып солай хотя бы көрсетейік дедік, ол да болмады. Сосын бастық кіре берсін деді. Флешкасы болды ма? Жоқ. Сол кезде флешкасы болды, иә. Одан көрсетпеді ме, ашпады ма? Ашылмады. По-моему, қателеспесем. Өйткені мен шығып кеттім ғой, кіргіздім, шығып кеттім. Кейін ары қарай. Звондаған кезде неадекватный состояниеде звондап сөйлестім мен. Соны айтып жатырмын сіздерге. Ол ішке сыпайы сөйлесіп жүрген бола, Русланға берші телефонды деп дөрекі сөйлеп тұр. Русланға берші, мен болмаса үйіне кеттім, үйіне барамын онда қазір деп айтып отыр. Адекватный ма сіз?